Bismillah deyip koluma, Bismillah deyip koluma, domburamdı alayın, tügüp de tügüp makamga batırda biydim Kazaktın, jır termegi salayın, olayda bu mineti, kişi yüzdü basargan, akargan, elim ile şimdi Türk karadan tarıgan, ayteki deyibiyimnin söz altınday salmaktır, sarmayday saktalgan, batırlar ötü yelimdi ötü yengirip, nayzasının uşumen, Kazakka kalsın jerim deyip, tam elinin işinde, köküde ulu esettim, elimde bulgan tarikha, batırda babam desekti, tabında kalkı işinde, asaudan benim bıraktı, kırıp javdı jabırıp, yerini bulgan şıraktı, 18 jasta barağım, kalmak benim şaykasa, 300'dün gözüne karattı, barak ulu asabım, 12 jasta vurustum, жерінде салған ерлігін халқы сүйіп ұнатты, табынан шыққан тағы да бөген байдай батырың Дәуітті менен байғұзы қалдырмай айтар ұрпаққа осылай қылып ақының байұлының ішінде қарадан шыққан хандыққа сұлтанда болған бейбарыс қазақ сыртта көрсеткен ақылы ұшан теңіздей даттыңда ұлы сырыңды Исатай менен Махамбет жауына қарсы ұрынды бала жастан естідік мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ередім деп жырлаған жырымды адайда халқы ішінде бекетте атам әруақты ұрандап шапқан ұрпағы батыр адай ерлері есетте шотан назарлар Есенғұл менен Сыбатай бұларға адам теңгеді жыршы сүгір адайда ақтан менен қашаған шарыш топта сөйлесе сөз құрауын тезеді тағы да айта кетейін айттым да ұлы тілеуді өзі де батыр өзі би халқының болған тілегі Түркістанда жазылған тілеу атам ерлігі 100 жылдығын болжаған мөңке би елдің жүрегі тыңдасаңдар жарандар батыр бабам жолдаяқ ода тілеу қыледі шыманың мырзағұл ақылы менен би болған осындай асылы сынығын ташода атам сырғылған тілеуға бақты айтқанда тақылдаған таңдайы рет сөзі құраумен жарқылдаған маңдайы саршода қатеңгілер шайырыңның қандайы қабақта атам ұрпағы ұранға шыққан Бақтыбай асық тұрып алшыдан ұранға болған атсай Бақтыбайлар жауға шапқанда ербөті бар есетті дәрбай менен бекетті Қонақбайұлы Қарағұл ұрпағы үшін тұлғатып көрсеткен қайрат білекті жаңғылыштың ішінде тағы берген Қалдыбай қайратпен жеңген қайғыны қырғызда елі ішінде қайдауылдай батырың қырғын қызыл ұрыста ұрпақ үшін тұңғатып өттелеткен тақымын 200-де кердері Әбу Бәкір атамның қазағым деп жырлаған имандылық сөздері кердеріде керемет құдай берген жырауыр ағасынан кенбеді ақкетегеді қайырда таныстырып қазақты шежірелеп береді осылардың сөздерін өзіндей қылып жеткізген қабақтан шыққан Наурызбек ұлы жырау іздеді алуанда түрлі мақаммен терме дастан жырларын үшкінді үшін айтқанда батырлардың шайқасы көз алдыңа келеді Наурызбектен баталып төрт қараның ішінде Сәрсенбай ұлы Өсербай домбырасын көтеріп дастандарды айтқанда Наурызбекше желеді қан тамған найза ұшынан жау сескенген сұсынан батырлардың ұрпағы естіген жыршы жырынан сондықтан да мінеки бойыма біткен өнерді аямадым халқымнан